Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сметанковый пирог қаймақ бәліштің рецептімен бөлісемін. Өте керемет, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі құрамына електен өткізілген ұн және қопсытқыш, жұмыртқаның сарысы, сары май, қант қажет болады. Алдымен ұнымызға қопсытқышты қосып, кішкене араластырып жібереміз ұнмен бірге. Енді құмшекерімізді қосатын боламыз. Құмшекерімізді қосып, бірге тағы да араластырып жібереміз. Енді сары майымызды қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Енді сары жұмыртқаның сарысын қосып, қамырды біріктіріп илейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Осылай бірігіп, қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Қамырымызды салафанға салып, шетке қойып қоямыз да, салмасын дайындаймыз. Салмасына 20% қаймақ қажет болады. Менде 500-600 грамдай қосамын. Қаймақтан соң үстіне қантымыз, құмшекерімізді қосамыз. Сосын жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаны мен осылай жеке-жеке жарып алып, үстіне салатын боламын. Өйткені жұмыртқаның ішінде бұзылғаны болуы мүмкін. Осылай 3 жұмыртқамды жарып алып қостым. Енді кішкене ақуыз жұмыртқаның қостым. Енді барлығын араластырып дайындап аламыз. Салмамыз осымен дайын болды. Енді шетке қойып қоямыз да, қамырымызды жайып формасын шығаратын боламыз. Алдымен астыңғы жағына жайып аламыз, сосын жан жағына шығаратын боламыз формасын. Яғни бортик дейді ғой, сол осылай жан жағын көтеріп шығарамыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді салмасын салып, құямызда, пешімізде 150 градуста 1 сағат пісіретін боламыз. Осымен сметанковый пирогымыз дайын болды. Өте керемет, жұп-жұмсақ, нәзік болып пісті. Сіздер де пісіріп дайындап көріңіздер. Өте оңай, жеңіл жасалынады. Сондай дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар.